Белгілі ақын Құрманай Бақтиярқызы өмірден өтті. Белгілі ақын, сазгер, асаба, мәдениет саласының үздігі, көркем сөз оқу шебері Құрманай Бақтиярқызы өмірден өтті деп хабарлайды айқын.kz сайты. Бұл туралы әнші Қайрат Нұртастың анасы, продюсер Гүлзира Айдарбекова хабарлады. Жаным құрмашым, әлі сенер емеспін, жақсы адамым. Жаның жәннатта болсын. Жақында ғана құрмашым телефон соғып, даусы саңқ ете қалып еді. Гүлім менің, саған арнап жаздым, WhatsApp оқышы деп жіберіп еді. Қоштасқын келіп айта-айта жүрсін дедің бе екен деп жазды продюсер Инстаграмдағы парақшасында. Құрманай Бақтиярқызы көпшіліктің ықыласына бөленген бір қатар әннің авторы. Атап айтсақ, Асқар Жүнісбековтың орындауындағы Толғанай, Серік Ибрагимовтың Вокзалда қауышқан қыз, Жаяу, Алау тобының орындауындағы Гүл әпше, Кәмшат Жолдыбаеваның Сүйіктім, Алтынай Жорабаеваның орындауындағы бірнеше әннің сөзін жазған. Айта кетейік, жылдың басында Құрманай Бақтиярқызы ауруханаға түсіп, өзіне 7 рет ота жасалғанын айтқан болатын.